Қазір Қазақстанда қор биржасына кіріп жатқан жаңа инвесторлар саны күн санап артып келеді. Ал онша тәжірибесі жоқ немесе қаржылай сауаттылығы төмен адамдарды алдап, оңай ақша тапқысы келетін алаяқтар да жоқ емес. Бүгінгі постта өзін инвестиция арқылы көбірек табыс табуға көмектесемін деп алдайтын қаржы алаяқтары туралы айтамыз. Лайк басыңыз, коммент жазыңыз, ал біз бастаймыз. Алдымен қаржы нарығы қалай жұмыс істейтінін және биржа ережелері сақталып тұруын қадағалайтын қандай ұйым екенін тоқталайық. Биржада акция шығаратын ұйымды эмитент деп атайды. Мысалы, Apple, Microsoft, Қазатомөнеркәсіп, Қазтрансойл олар эмитенттер. Олар шығаратын бағалы қағаздарды акция, облигация деп атайды. Оны сатып алушы сәйкесінше инвестор немесе акционер дейді. Ал биржада өзара мәміле жасап, табыс тапқысы келетін осы екі жақты байланыстыратындарды брокер деп атайды. Ол инвестордың ақшасын алып, сол ақшаға эмитенттің акциясын ұсынады. Қазір алаяқтардың көпшілігі өзін брокер ретінде таныстырып, сізге ақшаңызды аз уақыт ішінде бірнеше есеге өсіріп беретінін айтады. Енді алаяқ қаржы компанияларының негізгі белгілері қандай болатынына назар аударайық. Қомақты қаржы инвестициялау қажет. Жоғары пайыздар мен ақшаңызды тез қайтарып аласыз деген уәде береді. Төлемдер алу үшін жақындарыңызды да осы жобаға ақша салуға шақыруыңызды сұрайды. Жобаны ноу-хау деп атап, күдік тудыратын тым күрделі жұмыс істеу схемаларын туралы айтады. Жоба кеңесі жедел дамып келе жатқан және табысы мықты компанияға ұқсамайды. Компания ақша жинаудың алдында ғана ашылған. Жарғылық капиталы өте аз. Негізін қалаушы ретінде бір адам ғана көрсетілген. Тіркеуге қатысты мәліметтерді мемлекеттік кірістер комитетінің сайтында салық төлеушілерді іздеу сервисі арқылы табуға болады. Компания өзін микроқаржы ұйымы, несие бюросы, антиқарыз бағдарламасы, қаржы қызметтері орталығы деп атау мүмкін. Сонымен қатар, сізге банк несие бермеді ме? Біз көмектесеміз. Несиеңізді қайта қаржыландырамыз. Қарыздан құтылуыңызға көмектесеміз деген сыңайдағы қызметтерді ұсынады. Әдетте мұндай ұйымдардың Қазақстан Республикасы қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі беретін лицензиясы болмайды. Компанияның арнайы банктік шоттарын пайдаланбайды, қолма-қол ақшаны қабылдайды, немесе әртүрлі интернет төлем және аударым жүйелерін қолданады. Брокерді қалай таңдау керек? Жоғарыда айтып өткен белгілермен танысып алған соң, енді дұрыс әрі заңды брокерді қалай анықтай аламыз деген сұраққа жауап берейік. Ең алдымен бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушы деген лицензиясы барын тексеріңіз. Қадағалаушы орган сайтында брокердің лицензиясын тексеруге болады. Брокер ұсынған келісім шарттағы компания атауы реестрде көрсетілген атаумен толық сай келетініне көз жеткізіңіз. Әрі брокерлер тізімімен танысып шығыңыз. Ол тізімді Қазақстандық қор биржасы кәсі сайтынан таба аласыз. Брокер сайтын зерттеңіз. Компания тарихына үңіліңіз. Қаржыға қатысты жанжалдар болмағанына назар аударыңыз. Сонымен қатар брокерлік қызмет көрсету шартын жіті оқып шығыңыз. IPO кезінде алаяқ брокерге алданып қалмау үшін не істеу керек? Жоғарыда атап өткен белгілер болса, онда ол ресми жұмыс істейтін брокер емес. Егер сізге ақшаңызға кепілдік беріп, көп табыс табасыз деп уәде берсе де, оған сенуге болмайды. Өйткені қор нарығында ешкім сізге сатып алған бағалы қағаздар пайда алып келеді деп кепілдік бермейді. Өйткені қор нарығы ертең қалай дамитынын алдын ала болжау мүмкін емес. Компания лицензиясын тексеріңіз. Келісім шарттағы ұйым аты мен өзін таныстырған атау бір-біріне сай келе ме, соны анықтаңыз. Сонымен қатар, үнемі қаржы туралы біліміңізді арттырып отырыңыз. Ол үшін Жусан Академияде арнайы курстар бар. Сонымен қатар, KCIX IPO-ға шығатын Қазмұнайгаз қарасты Самұрық қазына сайтына кіріп, тек сол жердегі ресми ақпаратты ғана қолданыңыз. Одан бөлек, Жусан Инвесттің әлеуметтік желідегі парақшаларының барлығына жазылып алыңыз. Біз IPO туралы тек сенімді ақпаратты бөлісеміз. Достар, бүгінгі видео пайдалы болды деп үміттенеміз. Өз ақшаңызды алаяқтардан қорғап, оны Жусан Инвест сияқты ресми лицензиясы бар сенімді брокер арқылы инвестициялаңыз. Біздің каналға жазылып, сұрақтар қойыңыз. Біз бәріне жауап береміз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.